Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadrменді қауым жамағат. Ақтөбе медресе колледжі 2008 жылы Нұрғасыр мешітімен бірге Нұрғасыр мешітінің ғимаратында 30 орындық медресе болып ашылған. Тікелей Қазақстан мұсылман діни басқармасына қарасты мекеме болған. 2012 жылы Ақтөбе медресе жеке мекемесі деп қайтадан жаңадан тіркеу жасалып, статусы өзгерді. Содан заманның талабына сай, жастарымыздың талабына сай 2016 жылы Ақтөбе медресе колледж болып, колледж статусын алды. Ақтөбе медресе колледжіне білім алушыларды қабылдау талабымыз 9 сынып бітірген ұлдар және қыздарды исламтану мамандығы бойынша оқуға қабылдаймыз. Және 11-ші сынып бітірген және колледж бітірген ұл балдарды исламтану мамандығы бойынша оқуға қабылдаймыз. 2021 жылы Ақтөбе медресе колледжінің лицензиясын жаңарту, қайта қосымша алу нәтижесінде қыздар бөлімі ашылды. Содан бастап қыздар бөлімі жұмыс жасайды бүгінгі таңда. Жалпы бүгінгі таңда исламтану мамандығы және ұстаз біліктігі бойынша 56 қыз бала білім алып жатыр. Біз колледж болып лицензия алғаннан кейін ең бірінші жаңадан оқу ғимараты іске қосылды 2020 жылы. Және сонымен қатар 2019 жылы үлкен спорт залы іске қосылды. Сонымен қатар бөлек жатақханасы бар. Бүгінгі таңда білім алушы студенттеріміз спорттық футболдан, волейболдан, стол теннисінен және күрестен қосымша спорттық секцияларға қатысады. Сонымен қатар көркем жазу, әуезді азаншы, басқа да осы медресемізде әртүрлі үйірмелерге бос уақыттарында қатысады. Бүгінгі таңда жалпы Ақтөбе медресе колледжінде 217 студент білім алып жатыр. Ақтөбе медресе колледжінде бір ғана мамандық оқытылады, исламтану, және оның екі біліктілігі бар. Имам хатиб және ұстаз деген біліктілік. Алдағы уақытта, алдағы жылдарда біздің мақсатымыз хадис танушы және ислам теологиясы мамандықтарын қоса ашып, сол бойынша білім алушыларды оқыту жоспарымызда бар. Ақтөбе медресе колледжіне исламтану мамандығына оқуға қабылдау мезгілі шілде және тамыз айында жүргізіледі. Шілде айынан бастап құжаттар қабылданады және шілде айының ортасынан тамыз айының ортасына дейін бір ай дайындық курсы болады. Бізге оқуға құжат тапсырған талапкерлерді сол бір айда қабылдау емтиханына дайындаймыз. Қабылдау емтиханы шамамен 15 тамыз бен 25 тамыздың арасында өтеді. Арнайы комиссия құрылады. Комиссия Астанадан келіп, талапкерлерді осы мамандық бойынша шығармашылық әңгімелесу арқылы медресеге, колледжге оқуға қабылдайды. Әрине медресе колледжімізге оқуға түсуге біздің қоятын талабымыз ең бірінші оқуға келіп жатқан талапкерлердің өзінің осы исламтану мамандығы бойынша оқуға ниеті, ықыласы болу керек. Және де біздің қоятын талабымыз мектеп сабақтарына үлгерімі жақсы және өте жақсы болғанын біз талап қоямыз. Және де қыз балдарға қоятын талабымыз оларда ата-анасының және өзінің шешімімен, қалауымен келген болу керек. Ақтөбе медресе колледжі 2024 және 25 жаңа оқу жылына талапкерлерді шақыру жұмысын бастап кетті. Біз жастарға айтамыз, біздің медресе колледжімізде заманның талабына сай барлық жағдай жасалған. Спорт зал, жатақхана, 3 мезгіл ыстық ас, сонымен қатар заман талабына сай 3 қабатты оқу ғимаратымыз бар. Және ең басты айтатынымыз жоғары білімді, білікті исламтану мамандығы бойынша ұстаздарымыз жеткілікті. Әйел ұстаздарымыз және
ер ұстаздарымыз толықтай қызмет жасайды. Сондықтан біз жастарды оқуға шақырамыз. Келіңіздер, есігіміз әрқашанда ашық.